Сонымен Гүремеге келдік. Каппадокия. Шарлар ұшып жатыр аспанға. Таңғы сағат 5-тен енді кетті. Біз Каппадокиядағы Гүреме қорығына келдік. Бұл жерге әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған туристер ағылып, әуе шарларының әуеге көтерілгенін тамашалайды. Сол шығарға отырып, осы қорықты үстінен қарайды. Енді бұл жерде негізінен кезіндегі жанартаудың атқылауынан пайда болған мынандай тастар бар. Соны кезінде адамдар ішін үңгіп қазып, үңгір сияқты үй қылып пайдаланған. Қазір енді бұл жерлердің барлық қонақ үй. Осының үстінен әдемілеп тамашалайтын шарлар 5 болмай сағат 4:30-нан бастап әуеге көтерілген. Қазір қайтадан түсіп келеді. Соны көрінісі бала-шағамызбен келіп тамашаладық. Күн енді шығып келе жатыр міне. Түсіп келе жатыр. Түнде тоқтаған шағын қонақ үйімізге қайта оралып, таңғы асымызды іштік. Тағамдарды қонақ үйдің иесінің әйелі әзірлеген. Балаларға бәрі ұнады, дәмді болыпты. Біз Каппадокия аймағындағы Невшехир деген шағын ғана қаланың маңындағы Нар деген ауылға тоқтаған болатынбыз. Таңертең біз барған Гүреме қорығы мен басқа да туристік орындар осы жерден онша алыс емес. Жол деген теп-тегіс. Бұл Чавушин деген кішкентай ғана ауыл. Мынандай үңгірлер жартасқа жасап қойған екен. Осындай бір тарихи орын. Кішкентай ғана ауыл. Балалар балымызда қалып жатыр. Yes, of course. Ванильный, клубника. Сливочный и клубника. Клубника же. Надо ванильный. Клубника? Я шоколадный. Шоколад. Нормально. Қалай? Жақсы, майда. Салқындап қалдыңдар ма кішкене? Күн өте ыстық, бірақ балмұздақ. Әтен? Балмұздақ тәтті ме екен? Да. Только клубничный. Жегің келіп тұр ма? Только клубничный жемедім. Мне жеймі клубничный. Ма жей бер ал. Ұста. Әкелі сенікі маған. Қызығым ал. Попробуй. Такой. Арбанды бүлікті. Үстінде тұр. Мына жерде апайларымыз долмаға арналған. Бұл ненің жапырағы? Бұл емен? Жүзім? Жүзім жапырағынан долмаға басып жинап жатыр. Сосын кейін долма жасайды. Bunu kesip çıkartıyoruz, sarma sarıyoruz. Sarma böyle dolma. Ya, dolma жасайсыздар қыста, е? Жақсы, керемет. Жаңа біз отырған, сыртта тұрған кафе. Телевизор қылмай шамдар. Бесік. Бұларда да бар екен бесікіне. Біліңдер төсеп қойғаннан пеші. О, қараңды. Разноцветный. Камера. Мына жақтың бәрі бөлме. Не, мынау жаңағы тауды
Қашап, не топырақтар бірақ өтіліп жатыр мынандай. Қашап ішінен бөлме жасап салған ғой бәленбай. Ау, мына жақта да бөлме бар. Ау. О, күшті ма? Мына жақ дүкен. Міне мына сол жаңағы. Жанартауын қойғаннан кейін пайда болған. Пеш жасап қойып мынандай. Мұржасын мына жаққа шығарып қойған екен далаға. От жағады, мына қыста да адамдарды қабылдайды ғой. Сосын шөлі отырып, қыста салқында от жағып қойып. Қайда? Ол қабырға ғой, қабырғаға төсек қойған. Который брелки. Күшті. Ананы айтайын. Сіздер пайдаландыңыздар, балалардың, чужукларыңызға қолдандыңыз ба? Ескі. Түркілеріміз біздің тегіміз бір деп жатыр. Мына жақта міне кезінде. Ал мына жерде жүзімді езіп мына жерге. Осы жерге таптап аяқпен. Содан кейін мына жерден ағызып, мына жерден суны ағып келіп, мына жерге жиналады екен оның шырына. Мына жерде езіп, мына жерде бассейн сияқты соған жинайды екен. Сол бұл бірақ харам емес, ішінен бір алкогольный емес, безалкогольный шырын, былайша айтқанда сок сияқты жасаған ғой, пайдаланып. Мына жерде мешіт тұр. 1940 жылы салынған екен. Істеп тұр, өйткені жаңаған азан шақырып жатты. Жүзім өсіп тұр есік алдында виноград. Жап-жасыл бар. Әлі піспеген бірақ. Айтып тұрмын ғой, тастарға дейін сауда жасап жатыр ғой, тастарға дейін сатып жатыр. Неме дейді? Ал қазақтар қайда бар жатсыңдар? Не көрдіңдер? Бұл чабуш қалай? Ескі қала. Үйден жүк или қала? Жоқ. Итті көріп, соған енді барғысы кеп тұр, сипалағысы кеп жүр. Ой, какая. Не жерде мешіттің орны бар да ғой деймін. Иттер жүр. Жақындайсың ба?
келе жатқан сияқтымыз. Жол деген сайрап жатыр. Мына жақта не бір ранчолар. Мына жерде не жылқы асырайды екен. Атқа мініп жүре ме екен әлде бұны тамаққа ұстап отыр ма екен? Бірақ жемейді ғой бұлар жылқыны. Мінеді ғой мінуге дайындап қойған. Скорее всего, біреулерін охлаждать. Біреулер тұрады. Жол. Сосын басқалары. Теп-тегіс. Күн бірақ шыжып тұр, 38 градус көрсетіп тұр. 38. Енді плюс-минус көбірек қояды. Супермаркетке келдік. Бірінші көзге түскен қарбыз болды. 17 лира. Бете 250 теңгеден шамамен. Мамбары 40. 31 лира. 500 теңге ма? Ет 600. 395. 900. Бәрі бар. Ол қойдың ет. Варенье. Үчқисар қаласы ауылы десек те болады енді. Туристер көп келетін Каппадокиядағы бір шағын ауыл. Осындай жартастың бойында. Жартаста үңгіп кезінде адамдар тұрған, үңгір жасап, үй жасап. Әлі күнге дейін бірақ қолданатындар бар, қонақ үй жасап. Сол жерде біраз адамдармен күннің батуын тамашалап отырмыз. Мағжан, қараш. Біз неменеге қай жерге келдік? Не істеп тұрмыз? Заказ қарап. Күннің батуын қарап тұрмыз, е? Біз уже үстіне Үстіне барайық па? Иә. Жақсы, үстіне барамыз. Мансұр, сен не көрдің? Бағандың бір. Тауды. Тауды. Диляра, қалай екен? Күннің батқанын тамашалаған. Өзінің бір әсері бар. Айғаным, не қып сенің көңіл күйің жоқ? Сізге не болып қалды? Мамасы, Айғанымға не болды? Айтып жіберіңізші. Көңіл күй жоқ. Не болып қалды сізге? Шұлу қызыма не болып қалды? Менің шұлу қызым. Кәлі қонақ дейм ма? Қонақтар. Гостиницалар ғой. Жауық бірақ. Көп уақылар жауықтыр. Ананың үстіне шығу керек бізге. Сақаның ішін отырып кетіп барады. Ана жерде уборная бар екен. Мына жақта қараңдар. Қандай керемет көрініс. Жартасқа қашалып жасалған үңгірлердің іші осы. Бұны адамдар дәлегіде қолмен ойып жасаған. Бұл жерде шкафтар сияқты полкалар, бір бөлмеден екінші бөлмесіне өтетін есіктер.
Бұл тауға қашалып жасалған үңгірлер. Бекет атаның басындағы үңгірдегі мешіттерге ұқсайды. Мен мынаны көрейікші. Мансұр әкеміз. Мына жерде аузы жабық болған ғой, кейіннен мүжіліп, мынау бір үгітіле беретін топырақ екенде. Иә. Жаңбыр жауған сайын езіліп үгітіліп кеткен ғой, айтпесе мына жер ошақ болған шығар. От жағатын өйткені үсті төбесі күйе. Мына қабырғаларда полкалар. Мына жақында бірнеше бөлме. Мына жерде бір зат қоятын, сыйып тастапты. Мына жерде жататын бөлмелер. Бұл жерде меніңше біреулер қонақ үй жасағалы жүр ау деймін. Өйткені ана жерде терезелер тұр ғой. Негізі көбі қонақ үй жасап тастаған ғой. Бүтін тұрғандардың үңгірлерді. Міне әйнектер болып кетті. Бұл жерге қонақ үй жасағалы жатыр. Осы жерге әдейілеп кеп паналап жататындар бар, істеліп тұр. Ол анау воздух шығатын шығар, мынан қара міне. Мына жер лестница болған, көрдің бе? Түсетін. Баспалдақпен. Мына жерді байқа, Мансұр. Мынан қара. Көрдіңізші, бірақ енді телефонның жарығы жетпей тұр. Бірнеше бөлме ғой. Мына үлкен бөлме. Бұл қонақ үйі. Мына жақта мағжан байқа еш ұңқырды. Мына жақта бір бөлме ас бөлмесі мекен. Ұйықтайтын бөлмесі міне жеріне. Ас бөлмесі. Мынау. Үлкен жерде ошағы бар. Полкалары. Мынау ауа шығатын. Жанған от шығатын. Тесіктер бар. Мына жерде летниктер бар. Жақсы. Адамдар демалып, отыр, кайфовать етіп, шайын ішіп, әңгіме соғып. Мына жабығы бар мына жақта. Жер ашығы. Мына даланы қарап, тамсанып. Көрдің, олар даже далада мысықтар тамақ қойып, не жасап қояды олар жерде. Тамақ береді. Они любят очень. Турцияда мысықтарға өте ана қажылмақ. This one price? I can buy 235. This is 575. 575. This is the 580. price book. This is rock stone. Kazakhstan. Bir lira. Var, özür жасайды екен. Зергер екен. Бұйымдарды өздері жасайды екен. Түнгі керемені көруге келдік. Себебі бағана күндіз келгенімізде күн өте ыстық болды, адам аз болды. Ыстықта елдің бәрі жатты қойдың, сосын бізде барып ұйықтап алдық, демалып. Сосын кешкі қаланы көрейік деп барлауға шықтық. Қала болғанда енді қала деген аты ғой, әйтпесе ауыл ғой. Сол әуе шарлар ұшатын
ауылға. Мына машинаны қарасаңдаршы. Бәрін лақтап тастаған ба? Жол тұрады. Копейка ғой. Копейканы жасап тастаған. Ежден андай машина тұр. Глямурный. Туысқандар жүр. Бір байқағанымыз квадроциклдар мен мопед көп екен. Адамдар осыған отырып қаланы аралайды. Ыңғайлы. How are you? Merhaba. Something I can help you, sir? Мысықтар толып жүр қалада. О, шашлық жасап отыр ғой дейме? От жағып отыр. Ой, ресторан. Захоронение, да? Ау. Қайда барамыз? Былай қарай. Иә, видеоға түсіріп отырмыз, иә. Сіздер сонымен Атыраудан келіп жатсыздар, иә? Я Атыраудан қыдырып своим ходом Машинелеріңізбен. нормально. Қалай екен жол? Желательно ақшаны төлегенде карточканы төлемеген жасын, наличка алып шыққан жасын. Ата деген конвертация жасағанда мен деген 1600 лариге жаңа несінің ақшасын алдым да, барып карточкамен төледім де, үстіне 30 мың салды. Короче, конвертация жасағанда. Иә, біздің банктер еще көп алады ғой өзіміздің комиссиясын алып қалып. Иә, көп ұстап Карточкамен желательно наличка ұстап Сол. Қай жерде қазақтарға үйретіп қай жерде үйретіп қазақтан сайын. Иә, дұрыс. Өте дұрыс сонда. Біз Каппадокиядағы Невшехир деген қаланың маңындағы Нұр деген ауылдан қонақ үйді алдын ала броньдап қойған едік. Сол қонақ үйге келіп тоқтадық, 2 күн жаттық. Бұл өзі бір шағын ғана ауыл, жартастардың ортасында бір сайда орналасқан. Және де біздің дәл қонақ үйдің қасында мынандай ескі мешіт болды. Ол мешіт әлі де жұмыс істеп тұрған сияқты, өйткені кеше азан шақырып жатты. Сол қонақ үйімізде шағын, 4-ақ бөлме. Бірақ бізден басқа туристер болған жоқ. Былайша айтқанда тып-тыныш, бір ауылда жатқандай жақсы бір демалыс болды бізге. Осымен 2 күн қонған қонақ үйдің иелерімен қоштасып, бала шағамызбен жер асты шаһарын көруге жолға шықтық.